Бүгінгі видеода қан қысымы төмен түсіп кетсе, қалай тез көтереміз, сол туралы айтатын боламын. Бәріне сәлем достар, видеоны комментариядан көрерменім сұрауы бойынша шығарып отырмын. Достар, видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ол каналдың дамуы үшін өте маңызды. Қазақша контенттерді қолдап көтеріп жүрейік достар. Белгілері: адамда қан қысымы төмен түсіп кетсе, басы айналады және бозарып кетеді, боз болып бозарып кетеді. Басының қатты ауруы, салқын тер шығуы, жүрек айнуы және де тыныс алуы қатты жиілеп кетеді. Емі, тұз қан қысымды көтереді, бірақ та көп жемеңіз, аз-аздан. Бұның зиянды жақтары да бар. Келесі, су ішіңіз, суды көп мөлшерде ішіңіз. Бұл да қан қысымын көтеруге өте жақсы әсер етеді. Келесі, массаж жасаңыз. Массаж ол басыңызда қан айналымды реттейді. Сондықтан массаж жасаңыз, өзіңіз жасаңыз немесе басқа бір адамға жасатыңыз. Жатқан жеріңізді өзгертіңіз. Аяқты жарға тіреп жатуға болады. Бұл да қан қысымды қалыпқа келтіруге жақсы әсер етеді. Мен жақында естіген әдіс, ол аяқты айқастырып отыру. Осылай айқастырып отырса, қан қысымы көтеріледі дейді. Өзім қолданып көрген жоқпын, мен де қан қысымы төмен, бірақ сіз жасап көріңіз, қан қысымын қалыпқа келтіреді дейді. Келесі, ол имбир. Имбирді шайға салып ішіңіз немесе өзін жеуге болады. Қан қысымын төмен түсіретін спиртті ішімдіктер ішпегендеріңіз жөн. Дәрілік емдерін айта кетейін, аптекада бар электрокок жидкий және женьшень настойка дегенді аласыз. Сіздерге жинаған ақпаратым лайықты болса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.